Сәлем Стамбулдан. Бүгін Саматата видео күнделігімнің 53-ші күні. Бүгінгі салмағым 106-та, кеше 106-та 9 болдым. Кеше ұмытып қалдым. Әлі басым айналып жүр, әлі өзіме келе алмай жүрмін. Режим енді қайтып келіп жатырмын ғой. Енді сол таңертеңгі таң асында қарап кетіңіздер, айтпақшы жаттығуымды немді әлі жасап жүрмін. Осы бүгін жаттығу планка вакуум жасадым. Сосын таң асымды іштім, көрсетіп жіберейін, қарап жүріңіздер. Қайырлы таң қыздар, менің көрермендерім. Бүгін бұрынғыша завтрагымызды жейміз енді. Таңғы асымыз мында 2 жұмыртқа, омлет, сырды арасына салып жібердім. Сол себепті бірақ көп сияқты болып тұр. Бірақ мен сыр салғасын кішкене көтеріліп тұр. Сол себепті мен жерге бөлек сыр салған жоқпын. Осы ағыршық, бұрыш, қызанақ, салат и жерде зейтін бар. Қарағандарыңызға рахмет. Күндеріңізді мен бірге өткізіңіздер. Міне осындай таңғы ас іштім. Түскі ас ішкен жоқпын. 3 литр суымды әлі ішіп жүрмін күндіз. Түскі ас ішкен жоқпын, өйткені балам бір ұйықтап қалдым, ерте 1:30-да, содан кешке бір тұрдым. Енді қазір сағат 7 болайын деп жатыр. Не жейін отырғанымды қарап жүріңіздер, көрсетемін қазір. Кешкі асым гречка, ешқандай ет, бірдеңе салып ауыр бірдеңе жеймін деген жоқ. Осы жеп жеңіл гречка жасадым, пісірдім сәбізбен. Сосын мынау енді көріп тұрғандай көкөністер. Қарағандарыңызға рахмет, мен бірге арықтаңыздар, пікірлеріңізді тастаңыздар, каналыма тіркеліңіздер. Ұнап жатса да, ұнамай жатса да бір пікірлеріңізді жазып кетіңдер. Ұнамай жатыр, не істеп жатсың сен, неге түсіп болмайсың деген сияқты хейтерлер болса жаза кетіңіздер. Пока-пока.